Армысың қазақ. Мына жарқырап тұрған дүниеде шымшық деген құс бар. Өте толерантты, өте мейірман. Мына ғажайып өмірде көкек деген құс бар. Өте керемет айлакер, болашағын ойлаған, жалқау. Мына жарқыраған дүниеде қазақ деген ұлт бар. Өте мейірман, толерантты, қонақжай, ақ көңіл, пейілі кең ұлы ұлт. Мына жарық дүниеде сол қазақтың мемлекеттік әлемін қоршап тұрған басқа ұлттар бар. Өз ұрпағын асырағысы келмейтін, ұрпағын өзге ұлтқа асыратқызып қоятын небір ғажап ұлттар бар. Әңгіме сол туралы болмақ. Мысал көрсете отырып болмақ. Сонымен байқұс шымшық бар күшін салып, болашақ ұрпақ үшін ұясын салып, еңбек етіп, өмірге 4 жұмыртқа алып келеді. Анау бұтақтың басында алыста көзін тігіп, аңдып, өз ұрпағын асырағысы келмейтін көкек деген құс отырады. Аңқау шымшық жұмыртқасын ұясына төгіп біткен соң, алғашқы 1-2 шайқауын жүргізіп, ұясынан ұшып кеткенде, аңдып отырған көкек зу етіп келіп, шымшықтың ұясына орналасып, бір жұмыртқасын алып, дәмін татып көріп, қараңыз, дәмін татып көріп жатыр. Сосын сол дәмін алған жұмыртқаның болмысында жатқан ақпаратқа ұқсас, өзінің ақпаратқа толы жұмыртқасын шымшықтың ұясына салып кетеді. Қайтып оралған шымшық ешқандай ажырымы жоқ 4 жұмыртқаны басуға кіріседі. Белгілі бір күндері бүлк етіп, алғашқы жұмыртқа жарылып, ішінен балапан шығады. Шошыңкіреп қалған шымшық әлгі балапанның түріне қарайды. Аң-таң 3 жұмыртқа әлі жарылмаған, 1 жұмыртқа жарылып, аузын арандай ашқан балапан тамақ сұрап тұр. Қазақ, өзіңнің далаңа қарашы, жұмыртқаларын тастап жүргендер бар ма? Көкектер бар ма деп ойландыратын сұрақ. Көріністерді көрдіңіздер. Көкек, мінекей, дәмін татты, жұмыртқасын тастады, кенеттен бүлк етіп, шымшықтың астынан аузын арандай ашқан балапан шықты. Сабақ. Сұмдық енді басталады. Алапат сұмдық енді басталады. Көз ашылмаған, жаңадан ғана ұядан жарып шыққан көкектің баласы бар күшін салып, өзімен ұялас болған шымшықтың жұмыртқаларын бар күшімен, атам заманнан ғасыр қуалап келген айла тәсілімен арқасына салып, ұядан лақтыруға тырысады. Қараңыздаршы, не деген алпарыш жүріп жатыр. Тырбаң. Бүкшең. Бірақ көз ашылмаған қызыл шақа жатқан жұмыртқаны құлағанына қарамай, тоңғаңдағанына қарамай, бұйығып қалғанына қарамай, үйығып қалғанына қарамай, жұмыртқаларды бірінен соң бірін лақтырып жатыр. 3 жұмыртқа тырс етіп суға түсуде. Ұяда, болашақта шымшық болып шығатын бірде-бір жұмыртқа қалмады. Еркіндік, көкектің баласының еркіндігі. Асырамай көрсін, бар көңілін, бар жігерін, қайратын жұмсап, жаңағы көкектің баласына жем тасиды. Жүрегі толған махаббат. Қазақ сенен айнымайды мына шымшық. Жүрегі толған махаббат, өзінің ұрпағының жоқ болып, мәңгілікке кеткенін білмейді, өзгенің балапанын асырауға тырысады. Қараңыз, не деген сұмдық. Жаңағы шымшықтан 10 есе үлкен, өзі жем тауып жеуге мүмкіндігі бар көкектің балапаны шымшыққа жем тастап. Біз қазақ өте мейірман халықпыз. Құдай жүрегімізде мейірмандығымызды, кеңпейілдігімізді ешқашан алмасын. Бірақ өзгенің балапанын асырағанша, өз балапаныңды асырап, ер жеткізгенге не жетсін. Ойлан. Сау бол.